Ырғызбай әулие. Біздің ауыл тас жолдың үстінде орналасқан. Бала күнімізде Құдай қонақпыз деп кірген жолаушылардың аузынан Ырғызбай атаның басына бара жатырмыз деген әңгімені жиі еститінбіз. Сырқатына дауыз деген жандар, бала сүйгісі келген жас келіндер тіпті атаның басына тәу етеміз деп зиярат етіп бара жатқандар көп болатын. Алтайдың құлдилап келіп Тарбағатайға ұласатын тұсындағы мазара алыстан көзге түсетін Ырғызбай әулие кім болған? Ары қарай тарқатып айтайын. Ырғызбай әулие 18 ғасырда өмір сүрген абыз. Жылнамаларда туған жылы 1787 жыл деп көрсетіледі. Тарбағатай тауларының қойнауларында өсетін шөптермен адам емдеп, дем салып тәуіптік еткен. Алтайдың күнгейіндегі Қытай емшілерімен де байланыс ұстап, тәжірибе алмасып отырған. Жас кезінде қатты сырқаттанған Құнанбай қажыны анасы Зере түйеге салып алып, Ырғызбай әулиеге келген. Емші ем-домнан соң Құнанбай құлан таза айығып кеткен екен. Әулиелігі сол кім, қашан, қандай сырқатпен келе жатқан алдын ала біліп, дәрісін дайындап отырыпты деседі. Бір қызығы Ырғызбай ата жасаған емі үшін бір тиын ақы алмаған көрінеді. Жаны жай тапқанға риза болып, мал мен мүлік ұсынған жандарға бұл маған Алланың жіберген сыйы, ақы алсам аманатқа қиянат қылғандай болам. Одан мұны жарлы жақыбайларға беріңдер, сауабы мол болады деп қайтарып жібереді екен. Өмір бойы халықтың алғысын арқалап өткен абыз Ырғызбай 63 жасында 1850 жылы дүниеден өтеді. Көз жұмарының алдында көрер күннің тақағанын өзі сезіп, алдына да дайындалған. Балаларына, мені осы бақыт белге жерлеңдер, зират көтермеңдер, ұрпақтарым көтереді деп өсиет айтып кетіпті. Күмісті жайлауындағы әулиенің зираты ұмытыла бастайды. Кейіннен Шыныбай есімді шаруа өз естелігінде үйдің қасында бір төмпешік бар еді. Не екенін ешкім білмейді, әйтеуір өріске ұзай алмаған қозлақ сол жерде ойнақтап жүретін. Бір күні түсіме ақ сақалды қария кіріп: «Әй, Шыныбай, мен сенің Ырғызбай деген атаң болам. Менің басымда мал ойнақтап бітті. Зиратымды көтер, саған Алла тағала береді» деп аян берді деп еске алады. Шаруасы шағын болса да мазар көтеруді қолға алған азамат күзге дейін салып бітеді. Қолындағы қара сиырмен тас сүйретіп, әулиенің басына сандықшасын да қойыпты. Содан кейін жағдайы оңалып, тұрмысы түзелген Шыныбайдың ұрпақтары кеңінен таралып бақуатты болып кетіпті деседі. Ал әулиенің бүгінгі тұрған мазарын Ақсуаттың іргесіндегі Кіндікті ауылындағы ұрпақтары 1956 жылы тұрғызған. Кейіннен басына түнеп тілек тілейтіндер саны артқан кезде қасына келушілерге арнап тас үй салыныпты. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, сырқатына дауа, ауруына ем іздеп келгендер ғана емес, жолын ашып тіпті мал басының көбеюін де тілейтіндер бар көрінеді. Тіпті баяғыда мал ішінен індет шығып, шетінен қырыла бастаған кезде атаның басына иіріп түнеткен екен. Артынан ұсақ малдың барлығы сау болып шығыпты-мыс. Кейіннен 2014 жылы Ырғызбай ата кесенесі кешен ретінде толығымен қайта жөндеуден өтті. Сонау кеңес кезінен толастамаған адам саны қазір тіптен көбейе түскен. Күрделі жөндеу нәтижесінде қазір жай ғана мазар емес, басында кітапхана мен мұражайы бар. Асханасы мен қонақ үйі салынған үлкен руханият орталығына айналған. Бұл маңайға жыл сайын қарлығаштардың ұшып келіп ұя салуы да әулиенің ерекше қасиетін білдіреді дейді тұрғындар.